Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликті соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Росгвардияның Саратовтағы университетінде Қазақстаннан барған курсант қайтыс болды. Ресейлік бақ. Бұл туралы ресейлік Взгляд инфо агенттігі Ресей Гидроциясының гвардиясының облыстық департаментінің баспасөзлік дереккөзінен хабарлаған. Оқиға шамамен сағат 19:00-де болды. Кезекші бөлмеге алдымен пулемет, одан оқ-дәрі берілді. Содан кейін олар қару-жарақ қоймасының алдына сапқа тұрғызылған. Курсанттар оқпандарды және де магазиндерді де тапсыруға тиіс болды. Алайда әр әскери қызметші сапқа шықпаған. Командирдің қадағалауын пайдаланып, өзі шығарған техникасымен киім кептіретін орынға барып, сол жерде ойсыз қадамға барған деп хабарлайды дерексіз ресейлік бақта. Марқұм институттың 3-ші курс шетел азаматтығының взводындағы оқыған Қазақстан азаматы болып шықты. Ол университетте коммерциялық негізде оқыған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайкіңізді бізден аянбаңыздар.